Ас үйде апталап, айлап тұратын азықтың бірі бұл алма. Оның табиғи емдік қасиеті жайлы ойланып көрдіңіз бе? Алманың қандай пайдасы бар? Сонымен қатар диетолог мамандарының айтуы бойынша алманың зиянды тұстарын да ескере отырған жөн екен. Бүгінгі видео ақпаратымызда алманың пайдасы мен зиянды тұстарын айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Және де достар, сіздердің қолдауларыңыз менің каналыма өте қажет. Сондықтан каналыма қолдау ретінде тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Алма көптеген ертегілер мен хикаяттарда сұлулық, денсаулықтың символы болып бейнеленеді. Бұл адамдардың ертеден-ақ алманың қасиетін біліп бағалағаннан хабар береді. Өмірді ұзартады. 2011 жылы Америкадағы химиялық қоғамның өткізген зерттеу нәтижесі бойынша алманың көмегімен өмірді 10%-ға ұзартуға болатынын анықталды. Сондай-ақ алма жегеннен кейін ағзаның белсенділігі де арта түседі екен. Бұл зерттеу жануарларға қолданғанымен нәтижесі адам ағзасына да қатысты деп саналынады. Сонымен қатар алма есте сақтау қабілетін де жақсартады. Инфаркт, инсульт қаупін азайтады. Әдетте инсульт, инфаркт бұл атеросклероз аурулары холестериннің көп болуынан туындайды. Ал алма ол холестерин санын 23%-ға азайтады екен. Тіпті ісік ауруының да алдын алады. Гавай аралында жүргізілген зерттеу нәтижесі бойынша ең көп алма жеген топта қатерлі ісік ауруының пайда болу қаупі 40-50%-ға дейін төмендеген. Алманың құрамындағы антиоксиданттар адам ағзасындағы өкпе ісігінің пайда болуына әсер ететін үдерістерге бөгет бола алады. Ал енді алманың құрамына келетін болсақ, алманың құрамында А, С, В1, В2, П, Е дәрумендері кездеседі. А дәрумені ағзаның өсуіне, дамуына әсер етіп, түрлі ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. А дәрумені шаштың, тырнақтың өсуіне әсер етеді. Ол жетіспегенде тері құрғап, жарылып, түсі күңгірттенеді. В1 дәрумені организмде дұрыс зат алмасуы үшін аса қажет. Бұл дәрумен жетіспегенде шаршағандық сезіліп, ас қорыту жүйесі бұзылады. Ағза В1-ге зәру болған жағдайда жүйке жүйесі ауруға шалдығуы мүмкін. В2 дәрумені басқа дәрумендер сияқты организмнің бір қалыпты өсуіне қажет. Жарақаттардың тез жазылуына мүмкіндік береді. Көздің жақсы көру қабілетін арттырады. Бұл дәрумен жетіспеген жағдайда ерін құрғап, ұшық шығады. Денеге түскен жарақат баяу жазылады. С дәрумені ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұра алу әрекетін арттырады. Сүйекке және тіске беріктік қасиет береді. С дәрумені жетіспегенде ағза тез шаршайды. Сілемейлі қабықшалар қабынады. Қызыл иек қанталайды. С дәрумені ағзаға қыс пен көктем айларында көбірек қажет. П дәрумені жіңішке қан тамырларының беріктігін арттырып, қызметін қалыпқа келтіреді. Ал Е дәрумені бұлшықеттердің қызметін жақсартады. Сондай-ақ алмада марганец, калий, кальций, фосфор, натрий, молибден, мырыш және де темір бар. Бұлар ағзаға жеткілікті мөлшерде болса, адам жиі ауырмайды. Ойлау қабілеті жақсы дамиды. Ал ең бастысы алма темірге өте бай. Темір қан айналым жүйесіне өте қажет. Ол жүрек, бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Бактерия мен әртүрлі вирустардан сақтану үшін күніне бір алма жеу қажет. Алманың жер шарында 36 түрі бар екен. Қазақстанда алманың апорт, сиверс, недзвецкий, қырғыз алмасы тағы да басқа көптеген түрлері кездеседі. Ал алманың зиянды тұстарын естігенсіз бе? Диетолог мамандары алманың зиянды тұстарының бар екендігін естен шығармаған жөн деп айтады. Алмада көптеген дәрумендер, микро-макро элементтер кездеседі. Сонымен қатар ол көптеген ауруларға ем бола алады, бірақ соған қарамай бұның өзіндік зиянды тұстары бар. Диетолог мамандарының айтуы бойынша, алманың құрамындағы жасұнықтың көп болуы колит, яғни тоқішектердің қабыну, ауруының пайда болуына әкеліп соқтыруы және асқазан ішек жолдарының жұмысына зиян тигізуі әбден мүмкін екендігін айтады. Екіншіден,
Құрамындағы жеміс қышқылының шамадан тыс көптігі асқазандағы жараны ұлғайтып жіберу қаупі бар. Үшіншіден, алманың қышқылы тістің эмаліне қатты әсер етеді, яғни оны жұқартып, тісті сезімтал етіп шығарады. Сонымен қатар, алма жапырағынан дайындалған шайды көп ішпегеніңіз абзал. Мұның қант диабеті ауруына шалдықтыратындығы дәлелденген.